сәлеметсіздер ме? Ақтөбе облысы Шалқар қаласы Ыдырыс Үргенішбаев атындағы жалпы орта білім беретін мектептің бастауышындық мұғалімі Багиева Нұргүл Төлеуқызының қашықтан оқытуға арналған жаратылыстану пәнінен сынама сабағымды ұсынамын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы денеге қалай күтім жасаймыз. Сабақтың мақсаты денсаулық сақтаудағы жеке гигиенаның рөлін анықтау, тіс күтімінің денсаулық сақтаудағы маңызын анықтау. Ендеше балалар, ширату жаттығуларынан бастайық. Қайырлы таң ұстазым, қайырлы таң достарым, амандасып алайық, жылулықты сыйлайық. Доброе утро, учитель, доброе утро, друзья. Посмотрите друг на другу, пожелайте добра. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, our teacher, we are glad to see you. Ендеше балалар, алдарыңызға Мойдодыр мультфильмін ұсынамын. Мұқият қарап, ойларыңызды жинақтап отырыңыздар. Рано утром на рассвете умываются мышата и котята, и утята, и жучки, и паучки. Ты один не умывался и грязнулею остался. Избежали от грязнули и чулки, и башмаки. Одеяло убежало, улетело простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня. Он за свечку, свечка в печку. Он за книжку, та бежать и в припрыжку под кровать. Ты один не умывался и грязнулью остался. Избежали от грязнули и чулки, и башмаки. Я великий умывальник, знаменитый Мойдодыр. Умывальников начальник и мочалок командир. Если топная ногой Умывался без конца, смыл и ваксу, и чернила с неумытого лица. Вот и книжка воротилась, воротилась и тетрадь, и грамматика пустилась с арифметикой плясать.
новенький умывальник, знаменитый мой дадыр, умывальников начальник и мочалок командир подбежал к нему, танцуя и целуя, говорил: вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я. Ендеше балалар, мультфильмнен көргенімізді ойымызға түйе отырып, мына сұрақтарға жауап берейік. Денеге қалай күтім жасаймыз? Жеке гигиена дегеніміз не? Өз денеңе қалай күтім жасайсың? Қолды қашан жуу керек? Неге? Сен қолыңды қалай жуасың? Жеке гигиена дегеніміз ол дене тазалығы. Дене тазалығын сақтау дегеніміз үнемі жуыну, суға түсу, аяқты, басты, қолды жуып жүру, тырнақ алу, тіс тазалау. Тамақ ішерде даладан келгенде қолды сабындап жууды, ұйықтар алдында тісті тазалап жууды және жуынуды естен шығармау керек. Ауыз қуысының тазалығы да балалар ең маңызды мәселелердің бірі. Біздер таңертеңгісін және кешке жақын ауыз қуысын үнемі таза ұстауымыз керек. Есіңде сақта, тістің пішіні мен көлемі олардың қызметіне байланысты. Денеге күтім жасағандай, оларға да күтім жасауымыз керек. Ендеше балалар, зерттеу жұмыстарын жүргізейік. Сенің тістерің қандай? Олардың пішіні және мөлшерін салыстыр дейік. Керек құралдар: айна, дәптер, қалам. Айнаға қарай отырып, тістеріңіздің санын, олардың пішінін, мөлшерін жазып бере қойыңыздар. Суреттердің ішінен жеке пайдалануға арналған заттарды белгілеп жіберіңіздер. Дәптерімізді ашып, тістердің атауларын айтайық және оның атқаратын қызметтерімен сәйкестендірейік. Күрек тістер, ит тістер, азу тістер қандай қызмет атқарады екен? Дене күтіміне қатысты 5 сөзді әдісі арқылы оқушылар нақты осы тақырыпқа байланысты ұғымға қатысты 5 сөзді айта қойыңыздар. Кері байланыс бір ауыз сөз әдісі арқылы. Сіздер бір ауыз сөз әдісі арқылы сабақты бағалайтын сөздерді айтып, түсіндіріп жаза қойыңыздар. Үйге тапсырма. Ізденіс тапсырмалары дене күтіміне, тазалығына, жеке гигиенаға байланысты нақыл сөздер мен мақал-мәтелдер кітапшасын жасау тапсырылады. Назарларыңызға рахмет.